Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін алма мен сүзбе қосылған өте дәмді әрі пайдалы, тез дайындалатын бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен негізін дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызға қантымызды салып, қантымыз ерігенше бәрін жақсылап араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды қосып, және де 2 үлкен ас қасықпен қаймағымызды салып, біркелкі масса жасаймыз. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Пакетикке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бізге сүзбе қажет. Сүзбемізге қойытылған сүт, яғни сгущенкамызды қосамыз. Және де 2 жұмыртқамызды, 2 үлкен ас қасық кілегейімізді бәрін салып, погружной блендермен немесе венчикпен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Бұл массамызды араластырып, шетке дайындап қоямыз. Енді алмамыз керек. Бізге 3 алмамызды жақсылап жуып, қабығын тазалап, осылай 4 бөлшекке етіп турап аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, қалыңдығы 1 сантиметр болатындай етіп жайып аламыз. Кез келген формаға орнатсаңыздар болады. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форманың үстіне осылай қамырымызды салып, жан-жағын тегістеп, артық қамыры болса аламыз. Ортасына жаңа өзіміз тураған алмамызды саламыз. Енді осы алманың үстіне жаңа өзіміз дайындаған сүзбе қосылған массамызды толық құйып шығамыз. Қатты толтырудың қажеті жоқ. Піскен кезде бұл масса 2 есе болып көтерілетін болады. Енді 180 градуста ысып тұрған пешке 35-40 минутта салып, бәлішімізді пісіріп аламыз. Міне біздің алма және де сүзбе қосылған өте дәмді, оңай әрі пайдалы бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, жасалуы өте оңай. Ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.